Алма мен балықтан салат жасадым. Қандай салат шыққанын көргіңіз келеді ма? Естімеген елде көптеп масқара, бұны тақ бір повардан қарап жасадым. Бірінші осындай жасыл көк алманы аласыздар, сыртының қабығын ашып тастайсыздар, сосын ірі етіп турайсыздар. Одан кейін картошканы пісіріп аласыздар да, оны да ірі етіп турап аласыздар. Мен 2 картошканы пайдаландым. Сосын қызылшаны турайсыздар. 3 штук қызылшаны турадым. Оны да үлкен етіп турайсыздар. Ал енді бұл ең маңыздысы, және қыздар міндетті түрде скрин жасап алыңыздар. Мен Рокстың осындай селедкаларын алдым, дайын. Селедка алып, жаңағы қылтықтарын алып отырмайсыздар. Осылай мен сияқты дайын аласыздар, ішіндегі майымен қосып, сразу тәрелкеге сала саласыздар. Одан кейін көк пиязды және 1 штук сарымсақты үккіштен өткізіп салатын боласыздар. Дәміне қарата кішкене қара бұрыш, тұз қосып жіберсеңіздер болады. Горчица қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте күшті және түрі де күшті. Ал енді ана алманың дәмі деген бір басқаша ерекше дәм береді. Жалпы ерекшелікті жақсы көретін болсаңыз, міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер, себебі бұны бір повардан қарағанмын, ресторанға жасайды екен. Соған қарағанда бір мықты салаттың бірі болып тұрған ғой. Жасап көріңіздер, сақтап алыңыздар, ас болсын.